Мен амандасатын қағазым қайда? Сөйтіп бара-бара дауысын. Қайда кеттің? Так, сәлеметсіздер ме? Дәш. Так. Құрметті географ. Сен сақтадың ба? Hoş kalır. Ойбай қосылмай тұр әке. Неге айтып арған? Gelmeye oydu var o da şunu. Kalsın mı?
кешірім сұрайын, кішкене техникалық ақаулар болып жатыр. Кішкене кете тұрсаңыздар. Biraz уақыт өтіп кетті. Бастай берейік. Сәлеметсіздер ме? Құрметті QFS Қазақ фольклор мектебінің оқырмандары және де ұстаздар, оқушылар. Сасырнай маман ретінде есімім Жайлау қызы Гүлфердос болады. Осы кезекті онлайн дәрісімізді жалғастырамын. Дәрісіміздің басында өзім Сасырнай аспабымен бір шығарма орындап бергім келіп тұр. Қуаныш Жұмағалидың Күзгі әуен шығармасын қабыл алыңыздар.
Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Мен сіздерге бүгін музыкалық аспаптардың ішіндегі үрмелі аспаптар тобына жататын сазсырнай аспабымен таныстырамын. Жалпы бұл үрлемелі көне аспабы сазсырнай аспабы. Мен бұның отырып сазсырнай аспабы жалпы ең Отырар қаласындағы қазба жұмыстарынан табылды. Орта ғасырда, сол 70-ші жылдары Болат Сарбаевтың қолына тиген белгілі ғалым, этнограф, өнертанушы Болат Сарбаев осы аспаптың қайта дүниеге келіп десек болады, қайта аспапты оралтып, дамуына үлкен зерттеулер жасап, сол кісінің байланыстырамыз. Жалпы қазақтың көп аймақтарынан осы аспаптың түрлерін тауып, оларды жинақтап, бір келтіріп, сазсырнай аспабының классификациясын жасаған. Жаңа айтып өткендей, аспаптың жалпы алғашқы нұсқасы Түркістан облысы Шәуілдір ауылына жақын жерде орналасқан Отырар сарайшығында, Отырар қалашығы. Сол 1967 жылдары белгілі жазушы Дүкенбай Досжанов деген арқасында осы көне сазсырнай аспабы Болат Сарбаевтың қолына түседі. Ол кісі осы аспапты еліміздің түрлі жерінен аспап іздеп тауып, қайта жүйелеп, сипаттап береді. Және осы оңтүстіктен табылған аспап, оңтүстік жерінен табылған аспап, сол жердегі көне жергілікті қариялар бұл аспапты деп атайды екен. Неге десеңіз, сол Отырар қаласының бұрынғы атауы Фараб болса керек. Сол Фараб жерінен шыққан Әл-Фараби, математик, сондай музыка ғылымына да қосқан үлесі өте зор. Оны айта кетсек, китап Әл-Мусрика Әл-Хадир деген еңбегі. Және де сол аймақта музыкалық қорық мұражай бар екен, мемлекеттік мұражай бар. Сол мұражайда кейінгі табылған жаңа атап өткен Отырар қаласында табылған сазсырнай аспабының алғашқы түрі ол Алматы қаласындағы Ықылас Дүкенұлы атындағы халық аспаптар музейінде сақтаулы. Ол жерде сол алғашқы сазсырнайдан бастап қазіргі шеберлердің сазсырнайының түрлері, 15 шақты түрлері сол музейде сақталған. Және де осы аспап туралы тағы да бір қағанаты дәуірінен сол дәуірге жатады деп айтады. Өлек аспабын Жамбыл облысы Тараз қаласының орнында сол қазба жұмыстары жүргізілген болатын. Сол жерде жұмыртқасындай болатын кішкене сылдырмағы бар, сылдырмақ орнатылған аспап табылған. Бұның сазсырнай екен Болат Сарбаев сол жердегі қариялардан сұрастырып, солай осы аспаптың түрлерінің дамуына зор үлес берген. Жалпы аспаптың өзіндік құрылымын ашып, сазсырнайда бірнеше түрлерін өзіндік түрлерін ашып, және де оларды жарайтындарын іріктеп, дыбысын келтіріп, ойықтаның өлшеміне дейін сол кісі айналысқан. Жалпы содан кейін бұл кісі тәжірибеге енгізген. Жалпы аспаптың кәсіби болу үшін оған арнайы
саз балшығының да жасалатын құрамының, саз балшығының да үлесі маңызды. Ол өңделген, дайындалған жасалынады. Ол саз балшықтың да неше түрі болады. Қара саз, қызыл саз, сары саз деп те айтамыз. Сондай түрлер бар. Жалпы Болат Сарбаевты біз ол кісінің атын қай жерде болса да айтудан шаршамаймыз. Өйткені ол кісінің бұл аспапқа емес, басқа да қазақтың ұлттық аспапқа қосқан үлесі өте зор. Және де осы сасырмай аспабын халық әуенін орындап берейін сіздерге, қабыл алыңыздар. Балқадиша. Естіп отырғаныңыздай, бұл қоңыр қоюлығымен, өзінің әуезді жағымды дауысымен бұл аспап бір өзіндік орнымен ерекшеленеді басқа аспаптардан. Жалпы саз балшықтан аспап бұл акарина тектес, үрмелі аспаптар, акарина тектес аспаптар тобына жатады. Жалпы акарина тектес аспаптар ерекшелігімен бір-бірімен тұрады. Олардың басқа аспаптардан айырмашылығын айта кететін болсам, көлемі, пішімі, дыбыс алу ойықтарының орналасуы, қойылымы, аппликатура дейміз, және де дыбыс үрлеу ойығының да ерекше орналасуымен аспаптардан дараланады. Жалпы бұл сасырнай аспабы қазір фольклорлық халық аспаптар оркестрінен бастап көптеген этнографиялық оркестрлердің құрамында қолданылып жүр. Айта кететін болсақ, ең алғаш Болат Сарбаев фольклорлық этнографиялық отырар сазы оркестрі және де сазген сазында адырна, шер және де ғасырлар пернесі, қазіргі құлан сазы, айта берсек, үш қоңыр және де осы Секен Тұрысбековтың негіз қолдауымен ашылған сол кісінің оркестрі Ақжауын камералық оркестрінде де бұл сасырнай аспабының бір ерекше алатын орны бар. Бұл мақтанарлық жағдай. Жалпы Болат Сарбаевтың сол кісінің еңбектеріне сүйене отырып, сасырнай аспабын түрлері бар екенін біліп, және де түрлеріне белгілі бір тондық дыбыс беріп, сол аспаптардың диапазонын кеңейту мақсатында қазіргі таңда шеберлер сол сасырнай аспабының көптеген түрлерін жасауда. Шеберді айта кететін болсам, Азамат Бақия деген шебер, бұл кісі сасырнай диапазонын одан сайын дамыту мақсатында сасырнай аспабының түрлерін жасаумен айналысып жүр. Айта кететін болсақ, уілдек аспабы, бұл сасырнай түрлері көлеміне байланысты диапазоны көлемі кішірейген жоғарылай береді.
өлдек аспабы ең көлемі үлкен аспап. Бұл көлемі үлкен және де дауысы кейінгі тастауық, саз, үскірік, шыңырау, құс сайрауық сияқты диапазонына байланысты бірте-бірте жоғарылай береді. Осындай түрлері бар. Бұл біздің мектепте осы сазсырнай аспабын ғана меңгеріп қоймай, сазсырнай аспабының да түрлерін қосымша меңгеретін боласыздар. Сабақ барысында оның бәрі үйретіледі. Және де сазсырнай аспабындағы репертуарға келетін болсақ, жалпы 20-шы ғасырда 70-ші осы сазсырнай аспабы ең алғашқы айта кететін болсам, ол Нұрғиса Тілендиевтің отырар сазы оркестрдің сүйемелдеуімен балапандарым шығармасын айта кетсек болады. Және де Ермұрат Үсенов, арба кештер әні, Ермек Өміровтің құлыншақтар, боташым деген сияқты керемет сазсырнай аспабына лайықтап жазылған шығармалары бар. Және де Ерік Құсайыновтың нәзік сезім аспабының кәсіби түрде дамуына үлес қосқан кісілерді айта кететін болсам, олар Жамғат Темірде Өзбекәлі Жанбеков ағаларымыз осы сазсырнай аспабының қалыптасуына зор үлесін қосқан. Жалпы сазсырнайға лайықтап шығармалар жазған композиторлар тағы Қошқарбек Тасбергенов, Қайырғазы Төленов, ол кісінің Балауса деген шығармалары, Еркін Нұрымбетовтің Балдырғандар бие, сол сияқты Қуаныш Жұмағалидің да жазған Еркеназ, Жастық дәурен деген шығармалары керемет жазылған. Солардың ішінде өзіме жақыны осы оркестрлермен, ансамбльдермен, сүйемелдеумен ойнап жүрген кішкентай шығармасын орындап берейін. кішкентай шығармасы болатын. Бұл шығарманы деп айтсақ та қателеспейміз. Сазсырнайдың төл шығармасы.
қазіргі таңда көптеген оркестрлермен, ансамбльдермен елімізде ғана емес, түрлі шетелдерде, шетел сахналарында ойналып жүр. Және де Сасырнайдың репертуары жайында айтып кеттім. Сасырнайға арналған төл шығармалары болса да, әлі де репертуары аздық етеді. Сондықтан қазіргі таңда Сасырнай аспабы жалпы жоғарғы оқу орындарында арнайы мамандық ретінде оқылады. Сол жерде бізге репертуар жағынан кішкене қиындау болады. Сондықтан біз басқа да аспаптардың шығармаларын Сасырнайдың диапазонына өтуіне байланысты басқа да аспаптардың шығармаларын, күйлерін осы аспапқа ойнаймыз. Айта кетсем, Сыбызғының күйлерін көптеген Шопан сазы, Құрбыларым, Бақыт құшағында деген сияқты күйлерін, басқа күйлерін Сасырнай аспабына лайықталған болатын. Соның бірі Шопан сазын орындап берейін. Осындай Сыбызғы аспабының төл шығармаларын Сасырнай аспабына да лайықтап, диапазоны келетіндей етіп орындаймыз. Және де басқа да аспаптарды айтып өтетін болсам, аспабы Қылқобыз аспабының Кер толғау, Жез киек, Қамбар батыр, Ерден сияқты күйлерін, ықыластың күйлерін, осы Сасырнайға келетін күйлерін, және де қобыз күйлерінен де кішкене күй орындап берейін. Қылқобыздан қазір Қылқобыз аспабымен бірге орындап бергім келіп отыр. Менің сіңілім Жайлауқыз Ақтолқын қылқобызшы. Так. Айқуат Қазақбайдың Жаппас қобыз шығармасынан бір үзінді қабыл алыңыздар.
Жаппас қобыз, Әлқуат Қазақбайдың Жаппас қобыз шығармасы. Тыңдағандарыңыз, келесі кезекте сұрақтарыңыз болса айта отырсаңыздар болады, ойларыңызды, пікірлеріңізді. Енді мен Сазсырнай аспабының шеберлеріне тоқталып кеткім келіп отыр. Жалпы мынадан айтып отырмын. Болат Сарбаев ең алғашқы зерттеуші ретінде, аспапты қалпына келтіруші ретінде, әрине ең алғашқы Болат Сарбаев, Балапаш Анешев және де сол кісілер ең алғашқы Сазсырнай үскірік аспаптарын қайта қалпына келтіріп ерекше үлес қосқан. Және де кейінгі қазір Сазсырнай аспабының қазіргі таңда кәсіби түрде аспап болуына, кәсіби тұрғыда дамуына өзіндік көмегін тигізген. Кезінде Сазген ансамблінде жұмыс жасап жүрген кезде сол аспапты терең зерттеп, 1,5 октавалыққа жететіндей етіп, сондай деңгейге жетуіне өзінің көп үлесін қосқан Жахангер Телғожаев ағамыз. Абай Рысбаев ағамыз айтқым келеді. Қайырғазы Төлен, Таласов Жайлау, және де Азамат Бақия, жаңа айтып өттім. Қазіргі Ержан Мұқышев сияқты жас шеберлеріміз бар. Қазіргі таңда Сазсырнай аспабы айтып өткендей консерватория қабырғасында мамандық ретінде оқылады. Сол жердегі біздің ұстазымыз, аға оқытушы Гүлфәруз Далбағай Есімханқызын айтқым келеді. Ол кісі көптеген Сазсырнай мамандарын дайындаумен айналысып, сол консерватория қабырғасында Сазсырнай аспабын дәріптеп жүрген бірден бір. Гүлфәруз Далбағайдың менің ол кісімен тығыз байланысты десем болады. Бұл туралы да бір қызықты ақпарат айтып өткім келіп отыр. Менің есімім Гүлфәруз болып қойылуына себепші сол Гүлфәруз Далбағай менің ұстазым болатын. Әкем кезінде Алматы қаласында керамика мамандығын оқып, өзінің саласында Сазсырнай аспабында жасаумен айналысқан, соған қызығып, студент кезінде жасаған аспаптарын апайыма көрсет деген сияқты сондай жасаған. Әкем музыкант болмағандықтан дыбысын келтіру мақсатында музыкалық аспап ретінде қолдану үшін сол Гүлфәруз апаймен аспаптарын көрсетіп, сондай байланыста болған. Және де сол кезде әкем айтқан әңгімесі бар. Егер қызым болса, сіздің есіміңізді қойып, сіз сияқты Сазсырнайшы болады. Осы аспапты ағарай дәріптеп, аспапты жалғастырады деп айтқан екен. Кейін сол кісінің айтқаны болып, мені кішкентайымнан музыкаға баулып, мектеп бітіргенше музыка мектептеріне апарып, домбыра аспабына үйреткен болатын. Кейін соның көп көмегі тиіп, домбыраны үйренуімнің де музыка саласына деген өте бір қызығушылығымды оятты кішкентай кезімнен. Сол кездегі ұстаздарыма да мың алғыс айтамын. Кейін Алматы қаласына мектеп бітіргеннен кейін уже қайда баратыным белгілі, ешқандай ойлану керек болмады. Бірден Гүлфәруз апайға жіберді мені, осы Сазсырнай аспабын меңгереді деген сияқты. Сол кезінде әкемнің айтқан сөздерін қазір орындалып жатыр десем болады. Менің ұстазым Гүлфәруз Далбағай колледж қабырғасында да Сазсырнай аспабын толық меңгертіп, сол Сазсырнай аспабын мамандық ретінде бітіріп шықтым. Қазіргі таңда да консерватория қабырғасында өзімнің Сазсырнай аспабындағы білімімді жалғастырудамын. Сол кісіге үлкен алғыс айтқым келеді. Қазір көптеген Сазсырнайшылар, Сазсырнай маманын дайындап, көптеген
жоғарғы орта оқу орындарында да сасырнай аспабындағы аға оқытушымыз еңбегін мақтанып айтқым келеді. Қысқаша біздің есіміміздің ұқсастығында осындай қысқаша әңгіме айтып өттім. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қойылып жатыр ма? Шеберлер туралы жаңа менің әкем сасырнай аспабын жасады деп айтып өттім ғой. Қазіргі таңда да сасырнай аспабын қосымша жасап жүр. Өзінің шеберханасы бар. Мен аспаптары бар, қазір көрсеткім келіп отыр. Бұл кісінің сасырнайының өзге шеберлерден де бір ерекшелігі бар. Жасау тәсілі, саз балшығының да құрамы. Басқа шеберлердікін айта кететін болсам, ол кісілердің жасау тәсілі мүлдем бөлек. Ол кісілер қалып болады арнайы сасырнай аспабына. Соған дайын кәдімгі қалыпқа келетін саз балшықты дайындап алып, сол қалыпқа жабыстыру арқылы аспап еді. Көрді ме? Келді ме? Орнына келді ме? Сол басқа шеберлердікі сондай. Егер менің әкемдікіне келетін болсақ, ол кісіде арнайы қалып қолданылады әрине. Формасын осылай бір формада шығу үшін әкем бұл формаға саз балшықтарды жабыстыру арқылы емес, құю арқылы, сондай құю тәсілімен жасайды. Бір ерекшелігі сонда, және де пішінінде өзінің басқаша. Көріп отырсаңыздай, мынау әкемнің жасаған сасырнайы, ал мынау жаңа атап өткен Азамат Бақияның сасырнайы. Бұл кісінің ерекшелігі сонда, дыбысының ойықтардың ойылуы, пішіні, жасалуы өзгеше десем болады. Қысқаша мен сіздерге сасырнай аспабы туралы деп ойлаймын. Енді мен сіздерге сасырнай аспабының шығармаларынан біреуін ойнап берейін. Қуаныш Жұмағалидың Еркеназ шығармасынан үзінді келтірейін. Қысқаша ғана үзінді қылып қайырып жібердім. Осымен менің қысқаша сасырнай туралы мақсатында өткен дәрісім аяқталды десем болады. Назарларыңызға рахмет. Әлі де айтатын нәрселер баршылық. Осы еліміздегі жағдайға байланысты өзімізді қорғап, індеттен, аурулардан аман болайық, өзімізді қорғайық, және де деніміз сау болсын. Кездескенше аман сау болыңыздар.